екеумізді бірге алып кетем екен? Әлі білмеймін. Егер де алып кетсе, екеуміз бірге күнде далаға шығамыз. Және де бірге ойнаймыз. Мен қатты қуанамын, егер де екеуміз бірге де тұрсақ. Ура, біздің ата-аналарымыз келді. Күтіп аламыз ба? Я, әрине. Кеттік. Мен мына қызды таңдағым келіп тұр. Менің апам ше бармайды ма не? Мен бірақ қыз алғым келеді. Жарайды, сен өзің бара бер, ал мен басқасын табатын шығар. Жоқ, мен сенен ешқашанда кеткім келмейді. Бар, екеуміз бірге кездесетін шығармыз. Иә, жарайды. Рахмет. Кеттік, мама. Кеттік, қызым. Олар кетіп қалды. Ал менің анам кім болады екен? Сәлем. Мен сенің анаң болғым кетті. Сәлеметсіз бе? Жарайды, мен боламын. Как раз жаңа ғана менің сестренкамды жаңа ғана алып кетті. Мүмкін кездесетін шығармыз деп ойлап тұрмын. Солай шығар. Сенің арманыңды орындағым келеді. Білсек, үйіне барамыз. Рахмет. Қызым, сенің есімің кім болады? Менің атым Ясмина. Ясмина дейтін қандай қарапайым ат екен. Біз бай емеспіз ба не? Олай айтпа. Ешқашан. Жақсы, менің бөлмемді көрсетесіз бе? Біз кедей емеспіз. Ешқашанда және де болмаймыз. Бір күні мысалға бізде бай болып кететін шығармыз. Мама, біз точно бай боламыз деп ойлаймын. Бұл менің үлкен арманым болады. Я, сенің бөлмең, міне, келе ғой. Осы, есікке кіре бер. Мысыққа ебетпе, шығып қойған. Жақсы, сосын мен өзім бөлмемді көріп алып, мына мысықтың тышқанын жинай салармын. Ой, рахмет қызым саған. Күнде оқасы жоқ. Кеттім мен. Бірақ бөлмем өте қатты әдемі екен. Мына жақта өзімнің личный киімдерім бар, чемоданым бар. Сонда мысық менің қасыма ұйықтайды ма не? Бұл менің косметикаларым бе? Күшті ғой? Мен музыкант боламын ба не? Жақсы екен. Фотоаппарат, компьютер. Главный менің комнатам. Мына жақта болмайды. Жақсы. Мен сестрамды сағындым. Енді сестраны ешқашан көрмейтін сияқтымын. Жаңадан келген қызым қалай екен. Атын қарайын, түрінде қарайын, әдемі шығар мүмкін. Бөлмесі бар деп ойлаймын, 3 этаж, просто тіп тұрған жоқ. О, театрын дейді, как раз. Алло. Алло, біз лифтте жатырмыз. Аха, давай. Так, мыналар лифтте жатыр, мына жерде тұрайын. Жүрді, нормально. Ой, құрсын, біз келдік. Міне, біздің жаңадан келген қызымыз. Қызым, қандай әдемісің? Сәлеметсіз бе? Бұл анашым, бұл кім? Сен біздің жаңа отбасымызға келдің. Жолың ашық болсын. Рахмет. Бірақ бұл қандай? Мені асырап алдыңыздар ма? Сен енді біздің туған қызымыз боласың. Мен
бала туралы өте қатты армандадым. Я қызым, менде де арманым. Бірақ сенің есімің кім болады? Менің есімім Жасмина. Мә, өте күшті ат екен. Маған как раз Жасмина дейтін қыздар ұнайды. Ол қазір ғой. Жасмина. Жақсы. Ал менің есімім Ерболат болады. Анашым, ал сіздің атыңыз кім болады? Менің атым Айша Бибі болады. Менің көбінісі Биба дейді. Және сенің әкең де Биба дейді. Бибі шай қойшы деген сияқты. Вот. Биба. Алысың? Анашым ештеме? Шай ішеміз ба? Я, әрине, қызым. Қызым, мұнда кеш. Сен маған тартқансың, молодессің де. Жоқ, Биба деп атын әшен ғана айта салғам. Бірақ сонда да молодес, қазір 2000 теңге берем. Жоқ, өзіңіз ала беріңіз. Жоқ, берем. Маған татып кетсің. Жарайды. Сендер екеуің не өсектеп атсыңдар мені? Жасмина, Ерболат? Ештеме құрсың. Сенен не тұғымыз? Мен кеттім. Мен қызым білмесе әдемі ғой. Бірақ киімі жоқ екен. Бізде де киім жоқ сияқты. Жақсы. Саған. Көшіктерді түсірттайым екен. Істейді. Мен отыратын жері әдемі екен. Қызымды шақырайын. Жасмина! Анашың не болды? Бұл сенің бөлмең. Қатты үлкен ғой, не? Ойбай, әдемі ғой. Мама, рахмет. Оқасы жоқ, айналайын. Ең бастысы бізді тыңда. Күл кішкен қойып қойып. Ең бастысы бізді тыңда. Мен барлығын тыңдаймын. Дәл сізді. Жарайды. Біз достарымызға сау болыңыздар дейміз күнде. Және екінші чай жасайық па? Сұраймыз. Қызым, қайтала. Достар, барлықтарыңызға сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Ал енді екінші чай жасайық па? Сіздерге қызық па? Айтыңыздаршы. Лайкты аямай басыңыздар.